Саламатсыңдар ма балалар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Сабаққа дайынбыз ба? Олай болса, сабағымызды бастайық. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын, әдеттегідей өткен сабаққа кері байланыс жүргізейік. Қане есімізге түсірейікші, өткен сабақта қандай дыбыспен таныстық? Дұрыс айтасыңдар. Өткен сабақта біз «ү» дыбысымен танысқан болатынбыз. Қане есімізге түсірейікші, «ү» дыбысы қандай дыбыс? Жарайсыңдар балалар. «ү» дыбысы жіңішке дауысты дыбыс екен. Тамаша. Балалар, алдымыздағы суретке назар аударайық. Осы суреттерді атай отырып, сөздерді буынға бөлейік. Қане, бірінші суретке назар аударайық. Бірінші суретте түлкі бейнеленген екен. Түлкі деген сөзде неше буын бар екен? Түлкі, дұрыс айтасыңдар, 2 буын бар екен. Келесі суретке назар аударайық. Келесі суретте не бейнеленген екен? Үй бейнеленген екен. Үй деген сөзде неше буын бар екен? Жарайсыңдар балалар, 1 буын бар екен. Келесі суретке назар аударайық. Келесі суретте үйрек бейнеленген екен. Үйрек деген сөзде неше буын бар екен? Жарайсыңдар, 2 буын бар екен. Келесі суретке назар аударайық. Келесі суретте үстел бейнеленген екен. Үстел деген сөзде неше буын бар екен? Өте жақсы, 2 буын бар екен. Ал келесі суретке назар аударайық. Келесі суретте үңгір бейнеленген екен. Үңгір деген сөзде неше буын бар екен? Өте жақсы, 2 буын бар екен. Үңгір. Тамаша. Ал енді келесі суретке назар аударайық. Келесі суретте үкі бейнеленген екен. Үкі деген сөзде неше буын бар екен? Өте жақсы, 2 буын бар екен. Ал енді соңғы суретте не бейнеленген екен? Соңғы суретте үтік бейнеленген екен. Үтік деген сөзде неше буын бар екен? Өте жақсы, 2 буын бар екен. Тамаша балалар, өте жақсы. Есімізге түсірдік пе? Жарайсыңдар. Сонымен «ү» дыбысы сөздің ортасында және басында кездеседі екен. Солай емес пе? Өте жақсы. Олай болса, енді біз жаңа сабағымызға көшейік. Жаңа сабағымызға миға шабуыл әдісімен бастайық. Ал енді экранға назар аударайық. Экранда не көріп тұрмыз? Өте жақсы. Бұлттың артында сурет бейнеленген екен. Қане, қандай сурет екен? Ойланып көрейікші. Осы суретті шеше отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып аламыз. Ойланып көрелік. Жарайсыңдар. Кітап екен. Кітап, тамаша. Ал енді кітап деген сөзде неше буын бар? Кітап. Өте жақсы. 2 буын бар екен. Тамаша. Кітап деген сөздің ең бірінші дыбысын айтып көрелікші. К. К. Жарайсыңдар. Ал енді осы кітап деген сөздегі ең соңғы дыбысты атап көрейік. Кітап. П. 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 Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы П дыбысы мен әрпі. Мақсаты балалар, П дыбысы мен әрпін меңгерту. П дыбысын сөз ішінен бөліп алып, дұрыс дыбыстату. Басқа дыбыстардың ішінен айыра білуге үйрету. Балалардың ойлау қабілеттерін, тілін, қиялын дамыту. П. Қане қайталап көрейік. П. П. П дыбысы балалар дауыссыз дыбыс. Ол созылып айтылмайды. П дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Мәселен, парта. Парта деген сөзде П дыбысы сөздің басында кездесіп тұр. Өкпе.
Өкпе деген сөзде П дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр. Доп. Доп деген сөзде П дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. Жақсы балалар. Ал енді балалар, мына бір фонетикалық әлемге назар аударайық. Қане, бүгінгі біздің өтіп отырған әрпіміз бар ма екен? Іздеп тауып көрелікші. Өте жақсы. Менің ойымша, барлықтарыңда дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Жақсы балалар, олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі өтіп отырған П дыбысын әдемі, көркем етіп жазып қоялық. Тамаша балалар, менің ойымша, барлықтарыңды әдемі, көркем жаздыңдар деген ойдамын. Ал енді оқулығымыздың 102-ші бетін ашайық. 73-ші қоңырауға назар аударып қарайық. Суретте не көріп отырмыз? Өте жақсы. Түрлі түсті шарлар бейнеленген екен. Сол түрлі түсті шарлардың ішінде П дыбысынан басталатын буындар жазылған екен. Ал енді барлығымыз сол буындарды дұрыстап оқып көрелік. Жақсы балалар, менің ойымша, барлықтарыңда дұрыс оқыдыңдар деген ойдамын. Жақсы балалар, ал енді мына бір мәтінге назар аударып қараңдар. Мен жақсылап оқимын, ал сіздер тыңдаңыздар. Мәтіннің тақырыбы кітап. Кітап білім бастауы. Кітапты оқу, білу өнер. Кітап адамның ақылшы досы. Оны жұрт құрметтейді. Кітаптағы қызықты ертегі, әңгіме өлеңдерді жазушылар, ақындар жазады. Суретшілер суретін салады. Түсінікті ме? Сонымен мәтін не туралы? Өте жақсы. Кітап, тамаша кітап туралы. Ал енді кітаптағы қызықты ертегіні, әңгімені кімдер жазады? Ал суретін кімдер салады? Өте жақсы. Менің ойымша, менің қойған сұрақтарыма сендер дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Балалар, ал енді мына бір семантикалық картаға назар аударыңдар. Алдымен берілген сөздерді жақсылап тұрып оқып алыңдар. Сонан соң жуан дауысты дыбыстары бар сөздерді және жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздерді тауып, қосу белгісін қойып қоямыз. Орындадық па? Тамаша. Менің ойымша, барлықтарыңда дұрыс орындарыңдар деген ойдамын. Жақсы. Балалар, бүгін сонымен қандай әріпті өттік? Өте жақсы. П дыбысымен танысқан болатынбыз. П дыбысы қандай дыбыс екен? Жарайсыңдар. Дауыссыз дыбыс екен. Өте жақсы. Сонымен сабақ түсінікті болды ма? Жақсы. Олай болса, балалар, үйде оқулығымыздағы 102-ші бетті ашып, мәтінді жақсылап тұрып, аналарымызға оқып береміз. Келістік пе? Жақсы. Олай болса, сабағымыз бүгін аяқталды. Сау, сәлематта болыңдар балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.